Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен восточная картина пирогының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бір дана жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап шекеріміз ерігенше араластырып, дайындап алатын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызға маргаринімізді салып, жақсылап қолдың немесе үпкіштің көмегімен араластырып, крошка әзірлеп аламыз. Содан соң қобызтқышымызды салып және де жұмыртқалы массамызды салып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бұл пирогтың қамырының рецептісін әр адам әртүрлі әзірлейді. Осы әдіспен әзірлегенді жақсы көремін. Мінекей қамырымыз дайын. Енді қамырымызды пищевой пленкаға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша ортасындағы начинкасын әзірлейтін боламыз. Осылай кептірілген жемістерімізді майда бөліктерге бөліп аламыз. Менде мейіз, кептірілген өрік және де грек жаңғағы. Формамызға енді қамырымызды жайғастырып дайындап алатын боламыз. Содан соң шанышқының көмегімен ортасын тесіп аламыз. Ол міндетті түрде. Енді жемістерімізді қатарынан орналастырып аламыз. Содан соң қойылтылған сүтімізді бетіне құйып, қасықтың көмегімен бір келкі етіп жан-жағына жағып шығатын боламыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске бастарлар, ыстық тағамдар және де тәттілердің рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бір келкі етіп жағып алдық. Енді шанышқының көмегімен тегістеп аламыз және де қызып тұрған 180 градус ыстық пешімізде 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ дастарханына да немесе шаймен ішкенге де ұсынылатын өте керемет дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.